Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құлпынайды қысқа әдемілеп сақтау және құлпынайдан дәмді етіп варенье жасау әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құлпынайды сорттап, ең әдемі ірі дегендерін теріп алып, осылай суға 2-3 қайтара жуып аламыз. Одан кейін құрғақ салфеткаға осылай жайып шығамыз. Кішкене кептіріп аламыз 1 сағаттай. Одан кейін жапырағын бөліп алып, тақтайшаның бетіне салафан төсеп, құлпынайларды бір-біріне тигізбей осылай орналастырып шығамыз. Дәл осы орналастырғанымызды мұздатқышқа 4-5 сағатқа қойып аламыз. Мен тарелкаға да жасадым осылай. Және оны 4-5 сағаттан кейін осылай алып пакетикке немесе контейнер ыдыстарға салып, қыс бойына сақтап қойсаңыз болады. Енді қалған құлпынайымызды жуып тазалап, үстіне қант сеуіп қоямыз. Менде 1 килограмм құлпынай, оған 1 килограмм қант қостым. Бетін жауып 2-3 сағатқа қойғаннан кейін осылай соғы шығып, қанты ериді. Бір араластырып қоямыз дағаны, оны қайнататын ыдысымызға құйып алып, газға орташа отта қайнатамыз. Қайнаған соң мен 2 стакан су құйдым. Сіздер құймасаңыздар да болады. Бізде вареньенің сұйық болғанын ұнатады балалар, сондықтан мен су құйдым. Сол су құйғаннан кейін 3-4 минут қайнатып, өшіріп қоямыз. Көбігін алмаймын, өзі тарап кетеді. Банкілеріміз бен қақпақтарымызды ыстық суға булап, вареньемізді банкілерге ыстықтай құйып аламыз. Менде 1 килограмм құлпынайдан 1,5 килограмм варенье шықты. Жақсылап қақпақтарын жауып, қысқа сақтай берсеңіздер болады. Варенье өте дәмді, ішіндегі құлпынайлары езілмей, әдемі болып піседі. Түсі де осындай мөлдір, таза болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Келесі видеода үй жағдайында оригинал пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыз.